Түбі білім ұтат. ТМД елдері білім саласындағы ынтымақтастық жөніндегі кеңеске келгендер осы пікірге тоқтасты. Тіпті келесі, яғни 2016 жылы ТМД төңірегінде білім жылы деп жариялады. Шешім тараптардың бәріне ұнағаны анық, себебі осы ұйғарым аясында көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік ашылады. Мысалы, білімді балаларды бір форум аясында жинау шарасы Ыстықкөлде өтеді деп белгіленді. Ересектер өз танымдарын да биігін сынға түседі. Ұстаздар съезі шақырылады. 4-ші съез келесі жылы Ресейде өтеді. Айтпақшы, Мәскеу мемлекеттік университеті Қытайға көшеді. Дәлірек айтсақ, жоғарғы оқу орны Шэньчжэнь қаласында өз бөлімін ашады. Және ол орыс тілінде сабақ беретін, орысша толтырылатын диплом ұсынатын оқу орны болады. Этот университет. Турасын айтқанда, бұл университет ТМД төңірегіндегі шәкірттерге арналған. Рас, Қытай студенттері де оқи алады, бірақ достастық елдеріне қажетті мамандарды тәрбиелеуге үлкен мән беріледі. Тіпті орыс тілінде толтырылған диплом алады. Ағылшын Қытай тіліндегі нұсқасы болатынын да айта кетейік. Ең бастысы, әлемнің таңдаулы, ең білімді деген оқытушылары дәріс оқитын болады. Техникалық жабдықталуда сын көтереді. Ол керемет емес пе?